Темірлан тас жолының бойында қазір мына екі орталықта былай не бар тұғын, темір бар тұғында, мына жақпен екі жол еді ғой. Соны қазір бұзып жатыр. Соның бұзылғанына мен таң қаламда, ол қайбір жылдары өте дұрыс қойылған болатын тұғын. Өйткені бұл Темірлан тас жолы нағыз 9 жолдың торабы да, былай Түркістанға да кетіп жатыр, барлық жаққа кетіп жатыр. Сондықтан көліктер өте көп қатынайды. Соған екі жақтыны өстіп бөліп қойған өте дұрыс еді. Оған біз қуанып жүредік. Одан кейін қанша дегенмен адамдар екі жақта да қалып тұрады ғой. Мына жағында да, мына жағында да жолдың. Бала шаға қалай болса солай ол жерден өтіп кете беретін тұғын. Түрлі жол оқиғалары болып қалады тұғын. Ал енді сол нені қазір бұзып жатыр да. Бір кезде дұрыс нәрсені енді қазір бұзып жатыр. Мен соған сұрағым бар еді. Неге бұл олай етілді? Енді ол да ақша кетеді ғой енді ол жерге де. Бірінші сұрақ. Екінші сұраққа жаңа сіз жауап беріп қойдыңыз. Ол да мен жаңа Айгүл Орынбектің несіне байланысты еді, жаңағыдай айтылған. Оның бәрін енді айтып жатудың қажеті жоқ. Түсіндік, сырттайда, іштейде түсініп отырмыз. Осы бірінші сұраққа жауап берсеңіз. Екінші сұраққа қанағаттандыңыз ба? Қойылмаған сұрағыңызға берілген жауап. Рахмет, Базаркүл апай, сауалыңызға нақтылап айта кетейін. Біз ешкімнің құқын шектемейміз, бұзбаймыз. Және біз сотқа жүгінетін болсақ, бізге берілген нұсқама болғандықтан ғана жүгінеміз. Бірінші кезекте біз неге оны АПЗ-ға келісім бердік? Себебі мені тұрғындар, Гүлдан апай осы жерде отыр, сол инициативтік топтың жетекшісі, бұл кісіні өздеріңізде танып біліп отырсыздар. Біз әкім барған кезде бұл кісілер 2 рет соттан жеңілген еді. Біз сол себепті АПЗ-ға өзгеріс бердік. Ал енді келесі процедураны бастайтын кезде, келесі процесті бастайтын кезде бізге құрылыс істері жөніндегі комитеттен нұсқама келген себепті ғана біз өз іс-әрекетімізді заңға сәйкестендіру үшін ғана бұл нені процесті бастап тұрмыз. Сондықтан, ал енді ол нұсқама орындалуы керек қой. Орындамай отыра алмаймыз ғой. Оның да өзінің нәтижесі бар. Басында жаңағы бір мерзім қойылған, қазіргі ол мерзім арғай ұзартылып жатыр. Біз ол құрылыс істері жөніндегі комитеттен нұсқама келді деген сөз, құрылыс барысында заң бұзушылыққа жол берілді деген сөз. Яғни оны қалай болғанда да біз заңға сәйкестендіруіміз керек. Ешкім жаңағы ренжімейтіндей, ешкім жаңағы осы риза болмай қалмайтындай шешімдерге, мына тұрғындардың қайта-қайта арыз шағым жазып жатқандығы бұл кісілердің риза еместігін көрсетеді. Дұрыс па? Мен осы жаңағы айтып шыққан сөзімнің бәрі рас па? Иә? Бір артық дүние қосқам жоқ қой. Жалған қоспадым ғой. Бәрі нақты ғой. Ризасыздар ғой айтқаныма. Иә, енді бір нәрсе, осы жерде тағы бір дүние. Айгүл Орынбек өзінің видеосында, сол кісінің кім Бексұлтан Қуанышбекұлы ғой деймін. Бұл кісілер, жаңағы арыз шағым жазып жатқан кісілер ол үйде тұрмайды дейді. Нақты Гүлдан апай туралы айтып отыр. Дұрыс па Гүлдан апай?